Ол күніне 15 сағат бойы пижамасын шешпей, диванда түк істемей жата алады. BTS тобының әншісі Ким Сок Джин ғаламшардағы ең бай, әрі сымбатты айдолдардың бірі. Бірақ шынайы өмірде ол саналы түрде жалқау болуды таңдайды. Табысқа жету үшін бәрі жанталасып жүрген мына әлемде әртіс демалу философиясын ашық насихаттайды. Оның сөзінше, егер сіз күні бойы ештеңе істемей, бірақ өзіңізді бақытты сезінсеңіз, демек бұл күн босқа өткен жоқ. Гламурлы әлемдік красавчиктің артында өте қарапайым жан жасырынған. Басқалар қымбат жылжымайтын мүлік сатып алып жатқанда, Ким Сок Джин қарапайым ауыл өмірін жақсы көреді. Бала кезінен ол ағасының фермасына барғанды ұнатады. Миллионердің басты арманы құлпынай мен қауын теру. Тіпті атағы жер жарып тұрған шақтың өзінде сирек берілетін демалысында ол ауылға барады. Резеңке етік киеді. Сосын жинадан жидектерін достары мен топ мүшелеріне өз қолымен апарып береді. Алайда бұл жеңіл бейненің артында терең жеке драма жатыр. Джин өзінің алғашқы жеке әнін көзіне жас ала отырып, өмірден өткен үй жануарларына арнап жазған. Ол олардың жылулығын және оған қалай қарағандарын ұмытып қалудан қатты қорықты. Ал бұл музыка миллиондаған адамның жанына шипа болды. Ким Сок Джин мынаны дәлелдейді. Нағыз байлық, адам қалтын сақтап қалу, тыныштықты бағалау және осал болудан қорықпау. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ештеңе істемей демалу, уақытты босқа құрту емес деген философиямен келісесіз бе? Өз ойыңызды пікірде бөлісіңіз және видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.